Сәлем. Бүгін сабағымызды жалғастырамыз. Өткенде мынау жаңағы шаблонда біз мынау слайд-шоу, мынау меню, мынандай кнопкалардың бәрін қойдық. Бүгін енді қарастыратынымыз мынау gallery деген бар. Осыған кірсек. Андай біз галереяны қоюымыз керек. Галерея болғанда әдемі галерея. Әртүрлі орналасқан размер, мысалы біреуін ашып көретін болсақ, сурет ашылады, немесе бұлай кете беруге болады. Одан кейін комментарийлар керек емес. Хоумға ораламыз. Одан кейін мынандай социальный кнопкаларды қоюымыз керек. Одан кейін popular post дейді. Popular post деген ол популярный запись деген. Жаңа сіз запись құрған, создавать етсеңіз, енді құрған, енді жаңа запистер осы жерде шығып тұрады. Немесе жаңа көп қаралған запистер осы жерде популярный болып шығып тұрады, көп қаралған. Одан кейін мынау категория деген бар. Мысалы, мына ішінде 16 запись бар, мына ішінде 10. Категория құруымыз керек. Одан кейін комментарийлар шығу керек меха. Одан кейін астындағы виджеттер. Мынақада өзгертуімізге болады нені, сөздерін. Footer text дейді. Жалпы мынау сайтта мынандай нәрсе бар. Мысалға мына жақ header деп аталады. Header. Бұны сайттың басы. Осы жерлер. Header деп аталады. Ол деген ортасынан нәрселердің бәрі денесі бұлардың бар. Ол деген асты жақта мына жерлер бұл footer деп аталады. Footer text деп атайды. Осы footer деп аталады. Footer widget мыналардың бар. Widgеттер. Сайттың денесі. Одан кейін осы темада бізге жаңағы страницаның шаблоны 2-3 түрде берілген. Мысалы, мынау толық беттегі шаблон. Бұл жерде байқап отырсаңыз, оң жағында не жоқ, сайт бар. Сайт барда мысалы жаңағы нелер, іздеу, комментарий, популярный запись, олар жоқ меқта. Меқта жаңағы толық страница, мысалы full with page. Page деген, full деген толық, with деген с деген предлог, page деген страница. Page image alignment. Page image alignment мына суретте жалу болады, 580-де 300 болады. Немесе 150 болады. Запистерде мысалы сурет түрі болады ішінде. Мынандай сурет қоюға болады, нәқа қоюға болады, бұлай қоюға болады, әртүрлі. Contact us. Контакты деген сөз. Контакты өткенде өттік. Неға жаңағы сөйлем қой, андай не мынау? Бір анау немен қойдық қой, JS Composerмен андай.
Мына жа контакт форм жетini койдук форма. Отправь дегенде жиберилет. Language деген ол жаңа басқа тілдерге алуға болады. Мынау жаңа тексттің түрлері осыда қойылады. Жаңа не? Таблица. Таблицаны әкеп қойсаңыз осылай қойылады. Page with comments. Комментарийлар жазса осылай түседі астына. Комментарий жоқ страницада. Енді жаңаға кірсек. Мынау мынаяқтан басайық. Так, мынау жанындағы нәрселерді шығару үшін. Жалпы мынау оң жақтағы көріп отырғандарыңыз бұл негізінде виджет. Виджет деп аталады. Осыларды виджет қойсақ қазір біз, осылар осылай түседі жанынан. Енді жаңағы кез келген темада, шаблонда негізі документациясымен болады көп шаблондар. Мысалы документациясында айтылады. Енді мысалға осы шаблонның документациясында осы нәрселер айтылған. Оң жаққа қалай түседі, мыналар қалай түседі, осының бәрі айтылған. Мына астындағы виджет. Енді сон жаңа документini көретін болсақ, мысалы өткенде мен сізге жаңа документini айттым. Осы документте бастан аяқ жазылған. Бірақ жаңа ағылшынша жазылған. Мысалға не жерде table of contents деген осы нәрселер айтылады жаңағы неде документациясымыз. Бірінші theme installation деген жаңа теманы қалай орнатамыз, не жерде меню қалай қоямыз, бәрін көрсетіп қойған. Мысалға header image logo upload дейді. Мысалы мына осы сайтқа не жерге не қойымызға болады ондай. Өзіміздің логотипімізді қойуымызға болады. Қазір бізде текстпен тұр, осыны ауыстырып логотип қойуымыз болады онда. Мысалы setup featured slider for homepage. Бұл жерде жаңа мынау неге slideshow қалай қоямыз, соны айтып отыр. Мысалы жазып қойған бұл жерде. Енді жаңағы теманың түстерін, нелерін қалай өзгертеміз, соны жазып қойған. Мысалы внешний вид theme options'ы кір дейді, сөйлерден өзгертесін деп жатыр. How to disable comments for page post. Бұл жерде жаңа комменттарды қалай алып тастау керек, соны айтып отыр. Өткенде қалай алып тастау керек екенін көрсеткен. Recommended image size деген бұл темаға мына 750-де 410 деген суреттер размеріне қоюға болады. Мысалға 1920-да 550.
Мысалы блог пейджді қалай істеуге болады, блог страница. Мына жерде мына галереяны қайтып қоямыз, сол туралы айтылған. Жаңа біз айтқан галереяны қалай қоямыз? Яқта видеосымен көрсетіп қойған. Сіз қарап отырсаңыз, жаңағы қалай галереяны қоюға болатынын көрсетеді. Мына жерде жаңа footer copyright. Footer copyright'та қалай жаңағы нен қоюымыз болатынын көрсетіп отыр. Жаңа популярный пост қалай қоямыз. Так, енді біз тірлігімізге көшейік. Мынау неге оралыңыздар? Консоль. Консольға оралдық. Енді внешний вид, виджет дегенге барамыз. Мына біздің виджеттеріміз. Мына мысалы боковая панель деп тұр ғой. Осы мына боковой панельдер осылар мыналар. Бізге тұрғандар. Бізде боковой панельде қазір поиск тұр, свежий запись, свежий комментарий, архив, рубрики, методы. Первый виджет на главной странице бізде пока ештеңе жоқ. Нижнего колон титула дейді. Первый виджет нижнего колон титула деген мынаны айтып отыр. Астында. Яқта бар еді жаңа. Мынаны айтып отыр. Соны біз қазір қоямыз. Сол үшін біз біріншіден қояйық. Бізде біріншіге қоямыз. Популярный записи емет бірінші тұрған. Бірінші бізде социальный сеттер тұр. Follow us дейді. Осыны қоямыз. Сол үшін мынау біз осы Sparkling теманы қосылған кезде мыналар автомат түрде осы виджетке қосылады. Мына Sparkling соцсети деп тұр ғой, осылар автомат түрде қосылады. Оған жаңа арнайы бөлек виджет қосып жүрміз, өз автомат түрде қосылған. Сол үшін бізде соцсети аламызда не қоямыз. Жазсаңыз болады не жерге. Сөремізді сохранить дейміз біріншіге. Біріншісі кетті. Екіншісіне жаңағы популярный записи бар. Сол үшін мына популярный записи. Осыны аламыз да қоямыз. Мына жерге санын қойсаңыз болады. Мысалға, по умолчанию 5 тұр. Сіз оны да төмендетіп қойсаңыз болады. 3 деп қоюға болады. 2. Немесе 7 деп 10 деп өзіңіз білесіз қалай қойсаңыз. Пока осы по умолчанию 5 тұра берсін, сохранить. Үшіншіге біз категорияды қояйық. Лимит включить счетчик записи деген жаңа сандарын көрсетіп тұрады. Бізде қазір категория негіз көп емес. Категория создавать етуіміз керек, пока лимит категории 4 тұра берсін. Немесе 7 қойсылар. Сохранить. Қойылды. Енді соның несі көреміз, нәтижесін. Біздің жаңа свежий записи. Жоқ, біз түскен жоқ. Наркінде ондай болды.
popular posts. Так, енді біз мына жерде бізге түскен жоқ. Немесе осыны неға қойсақ? Мына жерге қойсақ қалай болады екен? Сохранить. Түсті. Біздің қойғанымыз жаңағы енді түсіп отыр. Категориялар. Мен мынаған ауысып отқан себебім бұл жаңағы өткендегі жаңағы Sparkling теманың демо версиясы. Бұл солардың демо версиясы, мынау біздікі істеп отқанымыз. Шатасып кетпеңіздер, не қайта мынаған ауысып отыр демеңіздер. Мынау жаңа өткендегі теманың демо версиясы. Осыған қарап біз істеп отырмыз ғой. Мынау өзіміздікі. Мына жерде бізде қазір нелер шыққан жоқ, жаңа мынандай иконкалар. Facebook, Twitter дегендер. Оны істеу үшін біз анеқа барамыз. Қазір көрсетемін. Бізде мына екі ақ рубрика бар. Сол үшін екеу ғана ашық тұр бізде. Мынада бірнеше нелер бар. Рубрика. Әрқайсысында 10 записьтен бар. Бізде қазір рубрика создавать етеміз. Біз енді мынау неға жаңағы иконкаларды шығару үшін неге ораламыз? Бірнеше консольға осы жерде мына внешний вид настройкаға кіреміз. Осы жерде Sparkling Options'ға кіреміз. Осы жерде Layout деген керек емес бізге. Setting'ға кіреміз. Түсін таңдауымыз керек. Сол үшін мысалы жасыл қойылайық. Сұхбат.
Так, бізде мынау нелер соцсеттер жота шықпады. Бірақ ол өзінікі емес, басқа нәрсені, басқа соцсетті қоя салуымызға болады осы жерге. Қазір енді біз мынау не істейік? Footer виджеттерді шығарайық мынаға. Қайта ораламыз мынаға. Так, осы жерде біріншіге бізде біріншіде не тұр? Popular post тұр ма біріншіде? Сызылыштарымызды қоя саламыз. Екіншіде не тұр? Категория тұр екен екіншіде. Категория аламызды не қоямыз. Неға аттарын өзгертсеңіздер болады, өздеріңіздің қалауызша названияға. Мысалы, Айдар деп қоясыз ба, өзіңіз білесіз. Включить счетчик. Мынаған текст қоятын жерміз, текст қоямыз. Любой бір текст қойсаңыз болады. Мысалға, текст аламыз да мына қоямыз. Негізі бұл астына да, жанына да өзіңіздің қалауыңызды қойсаңыз болады мына виджеттер. Мысалы, облако метод, произвольный меню. Кез келген алып қойсаңыз болады. Страница. Мысалы, осы жерде астына мысалы Facebook, ВКонтакте, нравится деген кнопкаларды қоюға болады. Қазір соны айтып кетейін мен. Мысалға, мынаға қазір пока текст қоямыз.
Colored. Audio Jungle. Yine tekstini koşalım. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Сохранить. Audio Jungle. Audio Jungle. Mana bizning Audio Jungle. qo'ygan nelerimiz chiqdi. Tekst qo'ydik, жаңа рубриканы qo'ydik. Yo'q, записьтер. Audio Jungle. Audio Jungle. Endi mana tekst o'zgardik. Spokойно deydi. Audio Jungle. Bu tekst o'zgartish uchun biz konsolga o'ralamizda ne жерде Audio Jungle. жаңа настройкаға кіреміз. Audio Jungle. O'sha yerda mынау Sparkling Options'қа кіреміз. Audio Jungle. O'sha yerda другие жаңағыда footer text деген бар еді, соны өзгертейік. Layout options, нижний план типа. Audio Jungle. Bizde қалай жаздық? Audio Jungle. Ne жерде өзгертеміз. Audio Jungle. Қалауынша жазсаңыз болады. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Ko'ramiz. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Elimizda сохранить yapılgayt. Audio Jungle. Audio Jungle. Bizning qo'ygan nemiz жазбаймыз. Audio Jungle. Егерде o'sha yerде мынау тема autocolor работает на WordPress дегенді алып тастауға болады. Оны алып тастау үшін біз кодқа араласуымыз керек.
мысалға бұл жаңалар алып тастау үшін немесе мына жерге байқап отырсаңыз копирайт деген знагы болады, к деген, c деген. Соны қоюымызға болады. Оны қою үшін жаңағы HTML тілінде біз жазуымыз керек. Соны жазайық. Ол үшін жаңа интернеттен кодын алып аламыз. Жазамыз үстіп біріншісіне кіреміз. Копирайттың коды копирайттың коды now. Осыны аламыз. Копи. Осыны көшіріп аламыз. Сөзімізді жаңа консольға ораламыз. Настроить. Бұл жерде жаңағы Sparkling Options'a кіреміз да. Нижний колон титул. Жерден копирайттан кейін соны қоямыз. Осылай қойдық. Мынау HTML тілінде жазылған. Осы жерге мысалы HTML жазып қоя берсеңіз болады. Сохранить опубликовать. Енді жаңа сайтымызға кіреміз, тексереміз. Біз копирайттен кейін андай не түсті? Знак. Копирайт знак. Енді біз мынаны құрдыруымыз керек. Ол үшін не қабыр аламыз? Осы жерде внешний вид редактор деген бар. Редакторға басасыз. Осы жерде мынау нелер PHP тілінде жазылған. Бізге қазір керегі жаңа мен айттым ғой, header, footer деп бөлінеді дедім. Сол үшін мына жерден footer PHP деген там міне. Подвал, footer PHP, осыны басамыз. Осыны басқаннан кейін мына жазылған нәрселер бұл PHP тілінде жазылған. Бізге қазір керегі мына жерде custom footer text деген бар. Осыны біз алып тастауымыз керек. Бізге мына жақта шығып жатқан мынау. Осыны біз алып тастауымыз керек. Сол үшін Аны өшіріп тастасақ. Аны өшіріп тастаймыз. Системамызды обновить файл дейміз.
saytımıza kiremiz, natijasin ko'ramiz. Audio Jungle. Жоқ, biz бәрін жоққа жібердік. Сол үшін қайтып ораламыз. Audio Jungle. Осы жерде абай болу керек. Себебі жаңа өшірген нәрсені қайтып орнына келтіре алмайсыз. Жазу керек болады немесе не Audio Jungle. жерде Sparkling деп тұрған еді бізде. Не тұрды? Өшіріп алдық әлі. Futur info деп тұрған еді. Документациясына берейік. Audio Jungle. Team options photo edit. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Сіздер жаңағы нені өшірмеңіздер. Audio Jungle. Мен өшірдім, мына жақта кетіп қалды. Қай жерде жаңағы? Мына жақта кетіп қалды. Сол үшін сіздер өшірмей қойыңыздар. Қазір мен анауысын алып тастайын енді. Бұл жерде Futur Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Beef Sparkling Drinks. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Ақ, бұған тиіспей қойықшы. Так. Audio Jungle. Енді істейтініміз Audio Jungle.
Biz mына неге рубрикалар создавать етуімізге болады. Көп қып. Мысалға мен жерде неше рубрика бар? Тағы бір 5-6 рубрика бар екен, соны қояйын. Так, мен қазір template деген рубрика создавать етем. Меха оралам. Записи рубрики деймін. Сол меха жазам. Template. Добавить. Так, одан кейін each case it. Одан кейін markup. Бұл мен әшейін мысалға жазып отырмын, сіздер өздеріңіз қалаған рубрикаларыңыз создавать етіп, ішіне пәлен запись создавать етсеңіздер болады. Слайдер. Видите? Feature. Рубрикалар создавать етілді. Bir, 2, 3, 4, 8 рубрика бар. Біз енді меха ашайық өзіміздің сайтымызда. Бізде 2 рубрика бар. Себебі анау рубрика создавать еткеннен кейін меқта шықпады ғой. Себебі не үшін шықпады? Өйткені оның ішінде запись болмаса шықпайды. Ішінде запись болған кезде ғана барып осындай рубрика шығады. Қазір мен енді запись создавать етіп, жаңа создавать еткен рубрикаларға бір-бірден салып шығайын. Қазір сол үшін записи добавить новую. Мысалға, мен мысалға мынау создавать еткен запистерім бар, соны біздің создавать еткен рубрикаларымыз неға шықты. Мысалға менде все записіға кірейін. Осы жерде менде 3 записім slideshow деген рубриканың ішінде. Мысалға бірінші мына үшеуі без рубриканың ішінде. Сол үшін мен оның рубрикасын ауыстыра саламын. Кіремін да бір записке. Мен жерінде мысалға мен без рубрикеміз H кейсіне саламын. Қайтып өшіріп тастаймын. Обновить. Етілді. Енді келесін ауыстырайын. Салам мынаны ауыстырайын. Бұның рубрикасы мен мынаған қояйын. Мынаны алып тастайын. Обновить. Енді жаңа сайтымызға кіреміз да нәтижесін көреміз. Мен жаңа рубрикаларыма бір-бір записіне салдым, яқта шықты. Енді қалған не қылайық? Добавить новую деймін запись. Сөйтем да Олда, мысалы, мияқтан көре салайын. Ішінде бар, мысалы, мына ішінде 6 запись бар. 3, 2, 3,
мисалга любой өзүңүздүн каалаган текстиңизди жазасыз. Сүрөт коесузба, өзүңүз билесиз. Буну мен медиага салайын. Рубрика медиа ишине түшөт. Мына жаңағы миниатюрасын берсек болот. Болмаса бермесеңиз да болот, өзүңүз билесиз. Гавайт. Так, добавить новую. Описывающий. Два. Хотя текст. Bunu men называем. Кетті. Тағы да добавить новый. Сүрөт койсоңуз болот. Ойбу, буну несин бермептик го. Буну без рубрика эмес, буну называйық. Template. Так, не өзгөрүс болду, киремиз. Так, 1, 2, 3, 4 ма? 4 эмес, биз анакта көп чыгаруу үчүн жаңа эмне бердик го, лимит, сону алып тастайбыз. Так, внешний вид. Настроить. Поддержка и Sparkling Options. Ошол жерде. Буякта эмес, биз ону неде бердик? Виджетте бердик го, виджет. Внешний вид дедик, виджет кайрабыз. Мына жерде мына категория бар го, осуну биз 4 гана бериптик. Ошол жерде 8 им сохранить. Лимит категория деп бар го. Сохранить этилди. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, biz осы рубрикалар создавать етіп, бұяқта шығады мына. Ішінде бір-бір записьтер бар. Бұяқта бізде немен шықпады? Мына қоймақты қой, біз счетчик сохранить. Мына жерде біз 8 он қойық. Сохранить. Астына түсеміз, міне рубрикамыз шықты. Енді не бар тағы?
Мысалға мына жақта бізде текст қой бізде. Текст. Көрдіңіз бе? Мынада сурет. Осыны сурет қалай қоямыз текстке? Оны қою үшін бір өзіңіз текст сурет аласыз. Мысалға мен осы сурет қояйын мына жерге. Мына суретті көшіріп аламын. Рабочий стол. Көшірдім ғой. Енді жаңа жерге оралам. Сөйтемді менде мына үшінші ол. Енді мына жерге бұны қою үшін жаңағы суретімді көшіріп аламын мен негізі. Медиа файлға кіремін, добавить новый деймін. Осы жерде выберить файл деймін. Жаңағы сурет аламын. Мына color деймін. Системада изменитке кірем. Осы кіргеннен кейін осы жерде мынау несін алам. Ссылка на файл деп тұр. Осы ссылкасын көшіріп аламын. Бәрін белгілеп аламын, көшіріп аламын. Системада жаңа жерге ораламын. Маған жазам. Заголовок көшіріп ұстаймын да. Мына жерге бірақ жазғанда да маған ол үшін жаңағы HTML тілінде жазамын. Сол тілдің көмегі қажет болады. Мына жерге негізінде любой HTML тілді жазсаңыз оқи береді. Мысалы HTML тілінде сурет қою үшін бүйтіп жазады. IMG SRC дейді. SRC дейді жаңағы файл қайда тұр, ссылкасын қою үшін. Жаңағы ссылка көшіріп алған ссылканы қоямын неқа. Системада сохранить. Жаңағы жерге кіремін. Обновить. Біздің сайтымызға. Менің жаңағы қойған нем түсті. Мына ұқсап. Color деп кетті. Осылай кез келген сурет қоюға болады. Өзіңіздің суретіңіз қойсаңыз болады. Енді кезек біз мына не қоямыз болады. Сурет ауысуымыз болады. Логотип қоямыз болады. Логотипіңізді алдын ала дайындап аласыз. Одан кейін мына внешний вид. Настройкаға кіреміз. Кіргеннен кейін барып жаңа неге кіреміз. Sparkling Options деп тұр ғой. Осыған кіреміз. Осы жерде так. Бізге неға керек. Мынау изображение заголовка дейді. Добавить деймін.
өзінің логотипін қоясың. Обрезать изображение. Сізге дәу болып кетті негізі. Негізі кішірейтіп қою керек бұны. Сол үшін мен басынан қойын. Бізге айтып отыр 300-76 қып қой дейді. Енді 300-76 қып қою үшін біз суретті өзгертуіміз керек болады. Ол үшін Photoshop керек болады бізге. Сол үшін мен Photoshopқа кірейін қазір. Мына межеде өшіре салайын. Biraz Photoshop başlasın. Менде Photoshop'un соңғы версиясы CC деген. Сол үшін файл, создать 376. Осындай ғана болу керек. Осы жерге жаңа суретті қоямын. Открыттым. Немесе осы суретмен размерін өзгерте саламын. Ол үшін изображение, размер изображения. Бұл жерге 300 деймін, 76 дей саламын. Пропорция сақтамай қойсам 376. Окей. Şimdi сохранить yazılan. Сохранить етілді. Так, сөйтемді меха қоям. Загрузить файл. Мен 376 размер. Выбрать. Обрезать изображение. Әдемісті сохранить и опубликовать. Сайтыма оралам. Mana meni qo'ygan nem tushdi. Просто bu yerda men mijat etyaptim. Mana to'badagi mijat etyaptir. Men жаңа немісті. Оны толық көру үшін мынаяқтан көресіздер, басқа браузермен. Мына толық көрінді. Жаңаға қойған неміз осылай шығады, логотипіміз.
Так, енді не қалды бізде? Audio Jungle. Неде жаңағы нелер страницалар. Бұны өткенде көрсеттім, жаңағы не қоямыз дедік. Контакт формат 7. Мынаны full with аштық, мынаны аштық. Мысалға, егер страница создавать ететін болсаңыз, страницаға кіреміз да, мүшеде мысалға добавить новый. Мысалға, кірген кезде бізде сұрайды. Мысалға, мына базовый шаблон немесе full with no sidebar дейді. Базовый десеңіз, жанында несімен шығады, ал full with жаңағыдай толық не шығады. Толық. Мына жерде select layout folders. Мысалы full with деп алайын мен қазір. Меха бір кішкене сурет қойайын. Сурет. Мына жерде таңдау болатын. Солға, ортаға, оңға, солға. Без выбирания. Мындай қойып қойайын. Средний емес мен. Полный қойайын. Сөйтемді опубликовать деп. Опубликовать еткеннен кейін барып, мен открыть страницу деймін. Міне. Толық бет деген осындай. Толық бет создавать етесіз. Жаңағыдай жанында мен айтқандай сайт бар жоқ. Толық беттер осындай болады. Енді жалпы бұл теманы кішкене седік. Мынау тег деп аталады, теги. Tags. Мысалы, біреуіне кірсек, options. Audio Jungle. Тегиді қою үшін внешний вид, виджетке кіріп көрейік. Теги деген жаңа металар ғой сол бәріндегі. Бізде метал бар. Не жерде не деген? Такси.
облако метод дегенді қойсақ болады. Ең астына. Мысалы, рубрики деген қойшы. Audio Jungle. Audio Jungle. Сохранить. Audio Jungle. Audio Jungle. Mana біздің нелеріміз шықты. Мысалға, Audio Jungle. мына рубрикаларымыз мынандай не түрінде шығады. Тек күйінде, мынандай. Оны қою үшін жаңағы мынау екен. Облако метод деген бар. Осыны қоясыз осы жерге. Бұл да көп қолданылады сайттарда. Audio Jungle. Сонымен қорытындылай келе, мына осы қазір мынау нені біттік бір шаблонда. Audio Jungle. Осылай жасай берсеңіздер, көп практика істесеңіздер, сайт тез үйреніп кетесіздер. Әлде де бұл жерде мысалы айтылатын нәрселер көп. Тағы да не істеуіміз керек? Практиковать етуіміз керек. Пока осы нені дағыңыздар, келесі сабақта жаңа блог туралы әңгіме қозғайық. Блог мысалы қалай дамытамыз, қандай материал саламыз, блог создавать етіп қалай ақша табуға болады көптеп. Соның бәрін келесі сабақта кішкене қозғап өтейік. Онда осымен бүгінге қоштасамыз.